Қайырлы күн достар, Гүлзиязханасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде тағы да ерекше тамақ түрі, кешкі асқа ұсынсаңыздар болатын, өте жеңіл тамақ түрін ұсынатын боламын. Видеомда көріп тұрғандарыңыздай, менде 500 граммдай майдаланған ет, менде сиыр еті. Тауық етінен жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Оған тұз, қарабұрыш және паприка салып араластырасыздар. Қолымыздың көмегімен осылай ұрғылап, котлет дайындағандай етіп, осылай міндетті түрде осылай ұрғылап жіберуіміз керек. Сонда бір-біріне жақсы жабысып, етіміз шашырап кетпейтін болады. Осылай дайындап аламыз, және де бізге бұл тартылған етімізді дөңгелектеп, шариктеп жасап алуымыз қажет. Бұл үшін осылай қолымызды салқын суға батыра отырып, әр шариктерді жасаған сайын қолымызды мұздай суға батыра отырып, осылай жасап алатын боламыз. Достар, видеомды көре отырып, астында подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле отырыңыздар. Сіздерді өз оқырмандарымның қатарынан көргеніме өте қуаныштымын. Және де видеом ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісіп таратып қойсаңыздар да болады. Мінекей барлығын осылай дөңгелекше етіп дайындап алдық. Табамызды қойып отқа аздап май құямыз, және де сол майымыз қызыған соң домалақтап дайындап алған еттерімізді осылай қойып теріп шығатын боламыз. Және де бізге осы етіміздің екі бетін жақсылап қызартып қуырып алуымыз қажет. Мұқият болып осылай екінші бетін аударып шығамыз. Қатты қызармаса да осылай қуырып алсаңыздар жеткілікті, немесе өздеріңізге ұнаса пешке, духовкаға қойып пісіріп алуға да болады. Мінекей пісіп шықты, енді жартылай пісіп шықты. Енді бөлек ыдысымызға алып, етімізден қалған осы майымызға ендігіде картоплымызды қуыратын боламыз. Барлығын ұқыптап, шашып жібермей осылай аламыз, және де мына майға алдыңа осылай турап алған картоплымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Картоплымыз да қызарып, жартылай пісіп шықты. Енді осы қалған май жеткілікті болады бізге. Осыған ұсақтап туралған пиязымызды салып қуырамыз. Және де рет-ретімен осы барлық көкөністерді видеодағыдай салып аздап қуырып дайындайтын боламыз. Енді кезекте қызылын жасасаңыздар да болады. Тәтті бұрышты осылай майдалап турап, тәтті бұрышты да салып қуырамыз. Және де күштен өткізілген сәбізімізді салып барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз. Келесі бізде екі тісше сарымсақты майдалап турап саласыздар. Бір шай қасықта тұз, қарабұрыш, паприка және де үлкен бір қызанақты күштен өткізіп салып, оны да осылай жақсылап араластырып жібереміз. Енді картоплымызды саламыз, оны барлығын жақсылап араластырамыз.
Қарасаңыздар, өте оңай жасалу жолы, бірақ дәмі өте керемет болып шығатын тағам түрі. Енді осы картопымыздың үстінен дайындалған етімізді салып, аздаған су құйып, бетін жауып, 20 минутқа баяу отта қалдырасыздар. Немесе 30 минут болуы мүмкін. Мінекей пісіп шыққаннан соң еттерімізді бөлек аламыз, өйткені тамақтың бетіне әдемілеп қойғанға. Мінекей картопымызды жақсылап бір араластырып жібересіздер. Барлығы таза пісіп шыққан, өте керемет. Қалауларыңыз бойынша аскөктерді турап салып жіберсеңіздер де болады. Ыдысымызға салып, оның үстінен еттерімізді салып, әдемі етіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Аз ғана уақыттың ішінде осындай керемет тамақты дайындап берсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін, және менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.